Сәлем достар. Бүгін біз ақылды инвестор болудың құпиясына үңілеміз. Ақшаңды қалай көбейтуге болады? Нарықтағы қателіктерді өз пайдаңа қалай қолдануға болады? Бәріне жауап Бенджамин Грээмнің «Ақылды инвестор» кітабында. Арнаға жазылып қолдау білдіріңіз, бұл бізге жаңа видеолар шығаруға күш береді. Ал енді уақытты созбай видеоны бастайық. Сәтті инвестиция жасау үшін өте жоғары IQ, инсайдерлік ақпарат немесе сәттілік қажет емес. Керісінше, шешім қабылдауға арналған мықты интеллектуалдық негіз және эмоциялардың бұл негізді бұзбауына қабілеттілік қажет. Бенджамин Грэм өзінің «Ақылды инвестор» атты кітабында дәл осындай жүйені және эмоцияны бақылауда ұстауға көмектесетін логиканы ұсынады. Оның инвестициялық стратегиясы соңғы 100 жылдағы ең табысты тәсілдердің бірі саналады. Мұны тек Грэмнің өзі ғана емес, сонымен қатар оның көптеген шәкірттерінің әсерлі нәтижелері де дәлелдейді. Олардың ішінде ең жарқын мысал Уоррен Баффет. Уоррен Баффет бұл кітапты инвестиция туралы жазылған ең үздік еңбек деп атайды. Бұл видеода мен өз ойымша осы кітаптан алынған ең маңызды тұжырымдарды ұсынамын. Бірінші тұжырым, мырза нарықпен танысыңыз. Елестетіңіз, сіз бір бизнестің үлесін $1000 сатып алдыңыз. Күн сайын сізге мырза нарық деген бір адам келеді, сіздің үлесіңіздің құны қанша болуы керек деп өз пікірін айтады. Сонымен қатар, ол сіздің үлесіңізді сатып алуды немесе тағы бір бөлігін сатуды ұсынады. Бірақ тарих көрсеткендей, мырза нарықтың пікірі көбіне мәнсіз, тіпті мағынасыз болуы мүмкін. Мысалы, 2000 жылдың наурызында ол сіздің үлесіңізді $2600 деп бағалады. Бір жылдан кейін, 2001 жылдың наурызында ол сол үлесті небәрі $500 деп ойлады. Бұл арада компанияның табысы 50%-ға, ал пайдасы 20%-ға артқан болатын. Сонда сіз өз бизнесіңіздегі $1000 үлестің құнын осындай адамға сеніп тапсырар ма едіңіз? Әрине жоқ. Грэмнің негізгі қағидаларының бірі, акция деген тек баға жапсырмасы мен тикер ғана емес, ол нақты бизнеске иелік ету үлесі. Ал мырза нарық әрқашан рационалды емес болғандықтан, бизнестің нақты құны оның ұсынған бағасынан жиі өзгеше болады. Көп жағдайда ол бағаны не шамадан тыс көтеріп жібереді, не тым төмен бағалайды. Грэмнің кеңесі бойынша, сіз акцияны тек болашақта бағасы құбылып тұрса да, оны ұстай алатыныңызға сенімді болған жағдайда ғана сатып алу керек. Бірақ сабырлы инвестор үшін мырза нарық бұл табыс табудың тамаша мүмкіндігі, өйткені ол сізді мәміле жасауға мәжбүрлемейді, тек мүмкіндік береді. Сондықтан ол бағаны шамадан тыс жоғары ұсынса сатыңыз, ал арзан бағамен берсе сатып алыңыз. Грэм бұл кітапты жазған кезде адамдар бүгінгідей жаңалықтармен, болжамдармен және биржа деректерімен соншалықты ақпараттық қысымға түскен жоқ. 1970 жылдары мырза нарық сізге күніне бір рет қана таңертеңгі газетпен бірге келетін. Ал қазір ол бізге телефонды ашқан сайын келеді, яғни күніне 100 реттен де көп. Бірақ оның жиі келуі сіздің де жиі сауда жасауыңыз керек дегенді білдірмейді. Егер ол сізге лайық ұсыныс жасамаса, жай ғана елемеңіз де күніңізді жалғастырыңыз. Екінші тұжырым, қорғаныш инвестор ретінде қалай инвестиция жасау керек? Грэмнің айтуынша, инвесторлардың екі түрі бар: қорғаныш, немесе пассивті, және белсенді, немесе кәсіпқой инвестор. Адамдардың көбі қорғаныш стратегиясына көбірек бейім, өйткені инвестицияға арнайтын уақыты шектеулі. Қорғаныш инвестор өз портфелін облигациялар мен акциялардан құрауы керек, мысалы, 50% акция және 50% облигация. Бірақ бұл үлес өмірлік жағдайыңызға және акция мен облигация табыстылығының айырмасына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Бұл балансты жылына бір немесе 2 рет қалпына келтіріп тұрыңыз. Мысалы, егер акциялар портфельдің 60%-на, ал облигациялар тек 40%-на жетсе, акция сатыңызда, облигация сатып алыңыз, осылайша 50-ге 50 теңдігін сақтаңыз. Капиталды тұрақты түрде инвестициялаңыз, мысалы, жалақы алған сәттен бастап. Бұл тәсіл долларлық орташа есеп әдісі деп аталады, және ол акциялар мен облигацияларды орташа әділ бағамен сатып алуға мүмкіндік береді. Ең бастысы, бұл сіздің барлық қаражатыңызды қате уақытта жұмсап қоюдан сақтайды. Портфельдің акция бөлігінде қорғаныш инвестор келесі қағидаларға сүйенуі керек. Бірінші қағида. Инвестицияларды әртараптандыру. Бар болғаны 10 мен 30 аралығындағы компания жеткілікті. Сондай-ақ бір ғана салаға тым көп тәуелді болмаңыз. Екінші қағида. Компаниялар ірі болуы керек. Грэм мұндай компанияларды жылдық табысы $100 миллион асатындар деп сипаттаған. Инфляцияны есепке алғанда, бұл бүгінгі күнмен шамамен $700 миллион тең. Үшінші қағида. Қаржылық тұрғыда тұрақты, яғни сақтықпен қаржыландырылған компанияларды іздеңіз. Мұндай компанияның ағымдағы коэффициенті кем дегенде 200% болуы керек.
Бұл оның ағымдағы активтері міндеттемелерінен 2 есе артық деген сөз. Төртінші қағида. Компания соңғы 20 жыл бойы акционерлеріне тұрақты түрде дивиденд төлеп отырған болуы тиіс. Бесінші қағида. Соңғы 10 жылда кіріс тапшылығы болмағаны маңызды. Алтыншы қағида. Соңғы 10 жылда компанияның табысы кем дегенде 33%-ға өскен болуы керек. Бұл жылына шамамен 2,9% деңгейіндегі тұрақты өсім дегенді білдіреді. Жетінші қағида. Активтер үшін артық төлемеңіз. Акцияның бағасы компанияның таза активті құнынан 1,5 еседен аспауы керек. Таза актив құнын компания активтерінен оның міндеттемелерін шегеру арқылы есептейді. Сегізінші қағида. Сондай-ақ табыс үшін де артық төлемеңіз. Компанияның соңғы 12 айдағы кірісін пайдаланып есептегенде, PE коэффициенті 15-тен жоғары болмауы керек. Қазіргі таңда балама тәсіл, нарық индексіне инвестиция салу. Өйткені мұндай қор нарықтың орташа табысына тең нәтиже береді. Егер сізге орташа пайда жеткілікті болса, осы алғашқы 2 қағида сізге жеткілікті. Бірақ егер көбірек жетістікке ұмтылсаңыз, онда назар аударайық. Үшінші тұжырым, белсенді инвестор ретінде қалай инвестиция жасау керек? Қорғаныш инвестор үшін нарықтың орташа табысын алу оңай көрінуі мүмкін. Кей адамдар ойлайды, орташа инвестордан сәл көбірек уақыт бөлсем болды ғой деп. Бірақ нарықты жеңу бұлай оңай емес, бұл көп сабырды, тәртіпті, үйренуге құштарлықты және уақытты қажет етеді. Көптеген кәсіби мамандар мен жеке инвесторлар мұндай тәртіпке бейім емес. Мырза, нарықтың баға ауытқуларына еріп кету ойлағаннан да оңай. Мысалы, 2000 жылдардың басында .com дәуірінің шарықтау кезінде екі ірі қордың бас инвестициялық стратегтері айтқан мына сөздерді тыңдап көріңіз. Біз жаңа дәуірге өттік. Біз дұрыс компанияларды, дұрыс адамдармен және дұрыс көзқараспен жұмыс істейтіндерді, жай ғана акция бағасы жоғары болған үшін тастап жатқан адамдарды көреміз. Бұл инвестор жасай алатын ең үлкен қателік. Тағы бір мысал. Бағалар көтерілді деп қана қазіргі нарық 2 жыл бұрынғыдан қауіптірек болды ма? Жауап жоқ. Бірақ шындық мынадай, жауап иә. Бұл пікірлерге сеніп, ақша салған инвесторлар көп шығынға батты. Компанияның табысы шектеулі болғандықтан, ақылды инвестор төлей алатын бағада шектеулі болуы керек. Баға белсенді инвестор үшін шешуші факторлардың бірі. Нарық кейде жылдам өсіп келе жатқан немесе сәнді көрінетін компанияларды тым жоғары бағалайды. Ал нашар дамып жатқан компанияларды тым төмен бағалайды. Сондықтан ақылды инвестор өсу акцияларынан growth stocks мүмкіндігінше аулақ болғаны жөн. Неге десеңіз, мұндай инвестициялардың шешімі көбіне болашақ табысқа сүйенеді. Ал болашақ табыс әрқашан нақты бағалаудан сенімсіздеу. Егер сіз, керісінше, компанияны оның таза айналым капиталына қарағанда арзанырақ бағамен тапсаңыз, онда сіз ғимараттар, құрал-жабдықтар, гудвилл сияқты барлық тұрақты активтерді тегін алғанмен тең боласыз. Таза айналым капиталы ағымдағы активтерден барлық міндеттемелерді шегеру арқылы есептеледі. Мұндай компаниялар Грэмнің инвестициялық тәжірибесінде өте тиімді болған. Өкінішке қарай, бүгінде мұндай мүмкіндіктер тек нарық құлдыраған кезде сирек кездеседі. Бақытымызға орай, Грэм белсенді инвесторларға арналған тағы бір әдісті ұсынады. Бұл тәсілдер қорғаныш инвесторлар қолданатын талаптарға ұқсас, бірақ сәл еркінірек, сондықтан көбірек компанияларды қарастыруға мүмкіндік береді. Мұнда компанияның көлеміне қатысты ешқандай шектеу жоқ. Сондай-ақ әртараптандыру, диверсификация керек, бірақ белсенді инвестор үшін компания саны нақты бекітілмейді. Компанияны талдау кезінде белсенді инвестор оның жылдық қаржылық есептерін зерттеуі керек. Грэм бұл туралы қаржылық есептерді түсіндіру атты жеке кітапта жазған. Бұл тақырыпқа кейін тағы ораламыз. Төртінші тұжырым, қауіпсіздік маржасын талап етіңіз. Ең мұқият талдаудың өзімен жойылмайтын бір қауіп бар, ол қателесу қаупі. Бірақ бұл қауіпті азайтуға болады. Ол үшін әр инвестицияңыздың қауіпсіздік маржасы бар екеніне көз жеткізуіңіз қажет. Бұрын айтқанымыздай, компанияның бағасы мен құны әрқашан бірдей болмайды. Егер нарықтағы баға есептелген нақты құнның 3/2-сінен аспаса, онда сіз жеткілікті қауіпсіздік маржасы бар компания таптыңыз деген сөз. Сіз 31 викинг мінген кезде кемеңіздің суға кететінін білсеңіз, оны 30 адам тасымалдауға арналған деп салмас едіңіз ғой. Дәл сол сияқты, сіз нақты құны $31 деп есептеген акцияға қазір ол $30 тұр екен деп ақша салмауыңыз керек. Себебі сіздің есептеуіңіз қате болуы мүмкін. Бірінші жағдайда ашулы және суға түскен викингтер сізді қуып жүруі мүмкін. Екінші жағдайда болса, сіздің қаржылық еркіндігіңіз бірнеше жылға кейін шегеріледі. Қайсысы жаман екенін өзіңіз шешіңіз.
Әрқашан қауіпсіздік маржасын сақтаңыз. Кітапта келтірілген формула компанияның шамамен қанша тұратынын есептеуге көмектеседі. Сол арқылы қауіпсіздік маржасы бар жоғын анықтауға болады. Құн тең ағымдағы қалыпты табыс көбейту 8,5 қосылған 2 көбейтілген күтілетін жылдық өсу қарқыны. Өсу қарқыны келесі 7-10 жылдағы жыл сайынғы табыс өсімінің болжамы. Мысалы, 2018 жылдың қыркүйегінде S&P 500 индексіндегі ең ірі 3 компанияны осы формуламен бағаласақ, олардың нарықтық құнымен салыстырғанда үлкен айырмашылық бар екенін көреміз. Бұл формуланы керісінше де қолдануға болады. Бүгінгі акция бағасы ақталу үшін компаниялар келесі 7-10 жылда қаншалықты өсуі керек екенін білуге. Айырмашылық орасан. Мысалы, Amazonның бағасы жылына 74% өсім күтеді. Ал Apple үшін бұл көрсеткіш бар болғаны 5,8%. Сізге бұл әділ көріне ме? 5-ші тұжырым. Тәуекел мен табыс әрдайым байланыста емес. Академиялық теория бойынша инвестор алатын табыс оның қабылдайтын тәуекел деңгейіне пропорционалды болуы тиіс. Тәуекелді әдетте табыстың құбылмалылығымен өлшейді. Яғни, ол күтілген мәннен тарихи түрде қаншалықты ауытқығанымен. Алайда Грэм бұл пікірмен келіспейді. Ол активтің бағасы мен оның нақты құны жиі бір-бірінен алшақ болатынын айтады. Сондықтан инвестордың табысы көбінесе оның уақытын, еңбегін және арзандатылған активтерді іздеу қабілетін қаншалықты тиімді пайдаланғанына байланысты. Минималды табыс қорғаныш пассивті инвесторға. Ал ең жоғары табыс ақылын, білімін және шеберлігін толық пайдаланған белсенді инвесторға бұйырады. Мысалы, мына оқиғаны елестетіңіз. Таңғы 4. Сіз достарыңызбен Мәскеу көшелерінде қыдырып, біраз ішімдік ішіп жүрсіз. Түн әлі аяқталған жоқ деп шешіп, күмәнділау барға кірдіңіз. Сонда бір ер адам келіп, ойын ойнағыларың келе ме? дейді. Сіздің ең батыл және ең мас досыңыз. Әрине, ойын қызық қой, деп жауап береді. Әлгі адам үстелге бір тапанша қояды. Ішінде бір ғана оқ. $10,000 берем, егер атуға батылың жетсе. Орыс рулеткасы. Досыңыз тапаншаға қол созады, бірақ сіз оны тоқтатасыз. Біз бұл жолы қатыспай-ақ қояйық дейсіз сыпайы түрде. Бірақ әлгі адам жымиып, оны күткем. Ал 2 рет атсаңдар $100,000 дейді. Бұл мысал тәуекел артқан сайын табыста артуы тиіс деген академиялық көзқарастың бейнесі. Бірінші жағдайда $10,000 табыс. Бірақ өзіңізді атып алу қаупі 16,7%. Екіншіде $100,000. Бірақ қауіп 2 есе 33,3%. Қарасаңыз, логика бар сияқты, иә. Бірақ қор нарығындағы инвестиция бұлай жұмыс істемейді. Баға мен құн әрқашан бір нәрсе емес. Мысалы, сіз $1 тұратын компанияны 60 центке сатып алсаңыз, тәуекел төмен, ал әлеуетті табыс жоғары. Ал егер сіз дәл сондай компанияны 40 центке сатып алсаңыз, тәуекел одан да аз, ал табыс мүмкіндігі одан да жоғары. Сонда қалай, 40 центке доллар сатып алу 60 центке сатып алудан қауіптірек деп кім айта алады? Тек табыс көбірек болған үшін бе? 5 тұжырымды қорытындылайық. Бірінші тұжырым. Нарық кейде шамадан тыс оптимистік, кейде тым пессимистік болады. Бұл сіздің активтің нақты құнын бағалауыңызға әсер етпеуі керек. Керісінше, оны бизнес мүмкіндігі ретінде қараңыз. Себебі нарықта не істеп жүргенін білмейтін адамдар көп. Екінші тұжырым. Қорғаныш инвестор әртараптандырылған портфель жасауы керек. Онда тұрақты, төмен бағаланған компаниялардың акциялары мен облигациялар болуы тиіс. Үшінші тұжырым. Белсенді инвесторда төмен бағаланған компанияларды іздеуі қажет. Егер ол таза айналым капиталына дейін бағаланған компания тапса, бұл нағыз Эльдорадо. Төртінші тұжырым. Ақылды инвестор актив сатып алғанда қауіпсіздік маржасын талап етуі тиіс. Бесінші тұжырым. Соңғысы, тәуекел мен табыс әрдайым байланысты емес. Сіз қалай ойлайсыз, Грэмнің бұл кеңестері бүгінгі заманда да өзекті ме? Әлде 1970 жылдардың дәуірінде ғана маңызы болды ма? Төменде пікір қалдырыңыз, ойыңызбен бөлісіңіз. Егер мен басқа инвестиция, қаржылық сауаттылық немесе ақша басқару туралы кітапты қысқаша мазмұндап берсін десеңіз, оны да жазыңыз. Немесе осы 5 тұжырымның бірі сізге ерекше әсер етсе, және соны тереңірек талдағанымды қаласаңыз, оны да пікірге жазыңыз. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет, достар. Сәтті күн тілеймін.